Дәл бүгінгі адам іздеймін жобамыздың кейіпкері Баян Мақсатқызы. А кого бы вы хотели, говорю, я хотел бы мальчика. Өте ықпалды, өте сұлу, өте танымал. Я боялась маму, то есть она очень строгая была. Өзіне аутоагрессия, яғни өзіне қатыгездік болады. Я, честно, тоже человек, я устала. Я 22 жыл бойы идеал отбасымын деп жасырып келу. И мне достаточно часто приходится говорить мужчине, что ты ведешь себя как баба. Темірді не ерітеді? Әрине от, лапылдап тұрған от. Я с 3 класса была в интернате в Алмате здесь. Керемет әйел болған еді, енді жай ғана сұлу әйел. Сәлем құрметтім, менің арнама қош келдіңіз. Сізбен бірге мен, психолог, сарапшы маман Эльвира Ерғалина. Бұл ел алдындағы танымал жандардың берген сұхбатына, өмірінде болған оқиғаларға, іс-әрекетіне сүйене отырып жасалатын психологиялық талдау, яғни ел алдындағы танымал жандардың жылтырақ образының ішінен адам іздеймін. Дәл бүгінгі адам іздеймін жобамыздың кейіпкері өте қызық. Ол дәл қазір өзі отбасылық зорлық-зомбылық тақырыбын кеңінен талқылап жүр және әйелдердің құқы үшін барынша күресіп жүрген жандардың бірі. Өте ықпалды, өте сұлу, өте танымал қазақ әйелінің бірі Баян Мақсатқызы. Яғни дәл осы талдау арқылы Баян Мақсатқызының қандай әйел екенін тануға тырысамыз. Яғни Баян Мақсатқызы қандай әйел. Характер характеризуется и ассоциируется со словом стервой, то, наверное, это так. Наверное, я стерва. Талдауды бастамас бұрын, көрермендер, сіздерге мынаны ескертіп алғым келеді. Дәл осы талдауда айтылатын ақпараттың барлығы 100% ақиқат емес. Мен тек қана сұхбаттарына, өзінің айтқан ақпараттарына сүйене отырып қандай да бір талдау жасаймын. Бұл болжам, саралаймыз, талдаймыз, ал 100% ақиқатты әрине кейіпкердің өзі біледі. Оның көпшілікке айтпай қалған тұстарда болуы әбден мүмкін. Және талдау алдында Баян Мақсатқызына ерекше алғыс айтқым келеді. Өмірінің әрбір оқиғасын, әрбір сәттерін, әрбір сезімдерін өткерген сәттердің барлығын шынайы, ашық түрде сұхбатта айтқан, материалы өте көп болды. Және өзі дәл қазір зорлық-зомбылықпен күресіп жүргендіктен, дәл осы талдау арқылы зорлық-зомбылықтың түбі, тамыры тек еркекте емес екенін түсінуге тырысамыз. Менің мақсатым да сол еді, жеткізгім келетіні. Сондықтан дәл осы видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Өзіңізге өте көп нәрсе аласыз. Сенімім мол. Баян Мақсатқызының қандай әйел екенін анықтау үшін оның сұхбаттарын көріп отырып, жалпы өмірін баяндаған кітабы бар, соның барлығымен таныс бола отырып, мынадай пункттерге бөлдім. Ең біріншісі ұл болмай қалған Баян, перзент Баян, темір Баян, әйел Баян және ұстаз Баян. Осы 5 пунктті тарқатамыз. Және соның ең алғашқысы ұл болмай қалған Баян. Баян Мақсатқызы өзінің 2 бауыры бар, яғни отбасында 3 қыз. Оны өте жақсы білесіздер. Және Баян ханымның өзінің 2 қызы бар. Яғни ата тегінің жүйесіне үңілетін болсақ, ұл туылу, ұл болу деген бұл арман болып тұр әзірге. А мечта есть у вас, если можете поделиться с нами? Вот на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту. Я хочу сына. Баян дүниеге келерде анасының құрсағында жатқан кезде әкесі де анасы да ұлды күткен. Және Баян қыз болып туылған кезде анасында түсініксіз сезімдер болған. Мне сказали, у вас девочка. А кого бы вы хотели? Говорю, я хотела бы мальчика, потому что первая тоже девочка. Ну, у вас девочка, хорошо. Они мне показали, нормально все. На утро. И на утро прибегает моя заловка, значит, в 8 часов утра, оказывается, там написано было Мухиддинова мальчик. Ошиблись. Ошиблись.
И там уже той делают. Но вечером приходит мой муж, пишет мне, значит, записку, воспитаем спартанца, терпер. Я на обратной стороне пишу, у нас девочка. Как девочка? Девочка. Приходит свекр со свекровкой, целую комиссию создали в роддоме. Чтобы удостовериться, что Педиатр, это там, девочка. там человек 10 было. И приходит, почему вы сказали, что у вас девочка, у вас мальчик? Я говорю, так у меня девочка, я же это, в сознании была. Я говорю, у нее родимое пятно на левом плече. Я же сознание теряла, девочка, я говорю, откройте и посмотрите. Они говорят, у вас на бирке везде мальчик. Я говорю, девочка у меня. А свекровь со свекровки, значит, комиссию создали, сказали, вы мне подменили ребенка. Ничего себе. Да, такое было. И, мол, возвращайте нашего мальчика. Да, мальчика давайте нам. Ну, потом выяснилось, что это девочка, вот она Баян. Сказал, надо мальчика. Я сказал, нет, 3 мне хватит. Как говорит Бабаси, все хотят мальчика, как будто есть что оставить, что они все думают, что они короли, у них как будто трон. Я ему говорю, Сөзіңіздің жаны бар. он мне говорил, жалғыз болып қалдым. Вроде бы нет вот там продолжителя рода. Я говорю, ты что, король, что ли? Трон хочешь оставить? Иә, бұл жағдай өте көп қыз балада кездеседі, өте көп отбасында кездеседі, әсіресе ұл болады деп ойлаған перзент қыз болып шыққан кезде. Ұл болмай қалған қыздардың мына өмірдің есігін ашқандағы мәселелері бүкіл әлемге ер адамдарға ашатын соғысы сол дүниеге келген сәтінен ақ басталады. Өйткені бұл жерде ұл болмадым, мен тек қыз болдым, мен ата-анамның қалауын орындай алмадым деген ой баланың құрсақта жатқанда бейсанасында қалыптасады. Ол бала өседі ғой, өскеннен кейін әрине ата-анасы біз сені ұл болады дедік деп қалжыңдап айтса да, тікелей айтса да, тіпті кей ата-аналар бар, сол үшін баласын, қызын ұл болмағаны үшін шашын кесіп, ұлдарша киіндіріп, түрлі издевательствоны жасап жатады, иә, өзінің қызына, немесе әкесі қасына ертіп алып, ұлдың түрлі тірліктерін жасатып жатады. Яғни ата-ана осы жерде қыздың қыз болмысын, қыз тағдырын қабылдай алмай, қолдан ұл жасауға тырысқаны, Құдайдың сен қателестің, сен бермесең, мен өзім қолдан жасап аламын деген өзінің Құдайдың ісіне қарсы шығуы әрине. Бұл жерде бұл мәселе Баянда айналып өткен жоқ. Баян ханым ұл болмай қалғаннан кейін өзін іштей кінәлайтынын көп байқаймыз. Я боялась маму, то есть она очень строгая была. Она была чрезвычайно строгая. И мы были как солдаты. Вот я была как солдат, реально. Я выполняла все в срок. У меня была генеральная уборка, допустим, в четверг, чтобы в субботу меня отпустили гулять до 10 часов вечера. Ровно в 10 я была дома, потому что если я буду дома в 10-15, то мама наказывает на 2 недели. То есть были четкие правила, и я была реально солдатом. Я отвечала за чистоту в доме, за младшую сестренку, за ее уроки. Если она получила 3, виновата я для мамы. И я в это, свято верила, что я не досмотрела, поэтому она получила 2, например, да, Багмахсатовна, которая сейчас вот, Багмахсатовна. Вот. Я реально была виновата за то, что она получила 2, получала я. Я была очень ответственная, чрезвычайно ответственная. И когда мама приходила дома, я даже смотрела, чтобы на ковре, на палате не было крошки. Чтобы крошки даже не было. То есть я кружки отмывала, вот знаете, вот кружка, да? И чтобы, не дай бог, вот с этой стороны был чай там, или вот с этой стороны была какая-то штука, да, потому что мама этого не любила. И я вот это все пальцами, вот так вот все с содой, тогда не было ни ферри, ничего. Было Губок не было, хозяйственное слушайте, мыло, хозяйственное мыло и сода. И я все вот это очищала, и не дай бог, что маме вот это, не дай бог, вот здесь какое-то пятнышко будет, ложки, вилки, все было в идеальной чистоте, потому что мама так научила, причем только меня почему-то. Вот, потому что Багмахсатовна этим не занималась, она младшая. Да? И вот это правда. Бұны тек отбасында, дастархан басында ғана емес, сұхбат беру арқылы анасы айтып жатса, демек бұл өте көп айтылған. Баянның кішкентай кезінен құлағына сіңіп өскен, әрине ұл болу керек еді, ұл болмай қалды, Баян ұл болу керек еді деген сөзді көп ести берсе, кішкентайынан ол баланың бейсанасында ата-ананың алдында өзін кінәлі сезіну тұрады.
мен ол болу керек едім. Әрине құрсақта жатқан бала өзінің жынысын таңдай алмайды, тіпті ата-ана таңдай алмайды. Дүниеге қыз болып келді ма, демек оның өмір жолы сол жынысында. Бірақ бұл құбылысты, бұл жаратылысты ата-ана қабылдамағандықтан өкінішке қарай әрі қарай қыздың тағдыры сынады. Қалай сынады? Әрине, ең бірінші қызда өзінің тәніне деген өшпенділік болады. Ең бірінші. Басқасының барлығы қалыптаспай тұрып. Бұл біздің Баян ханымда да байқалады. 20 лет начала бороться с морщинами. Зачем, вы не знаете, у меня их не было. Да? Я понимала, что для того, чтобы оставаться красивой, надо трудиться. У меня размер, в общем-то, 44-й, да, размер S. Но сейчас он плавно переходит в M. Да? Баян. Реально. 2 месяца назад подумала, думаю, блин, как я устала быть голодной. Ну сколько я могу себя держать в этих рамках? Я 45 лет, ну реально, отказываюсь от печенья, отказываюсь от сладкого, отказываюсь от жирного, отказываюсь от пирожков. Я, честно, тоже человек, я устала. Я думаю, ну сколько я могу себя вот держать в этих вечных рамках, чтобы моя талия не превышала там 65 сантиметров. Я устала, честно. Өз тәніне өшпенділік ары қарай ұштасады дағыны, өзіне аутоагрессия, яғни өзіне қатыгездік болады. Бұл не? Бұл өзіне қателесуге жол бермеу, мүлде қателесуге болмайды, идеал болу керексің, қалайда ең сұлу болу керексің, ең әдемі болу керексің, ең мінсіз болу керексің, бүкіл параметрлерге 90-60-90 ба, әлде 80-30-40 ба, кез келген параметрлерге сай болуың керек, сұлу болу керексің, жетпей жатса түрлі манипуляциялармен, түрлі сырттан жасалатын көмектермен жасаймыз. Оның барлығы Баян ханымның сұхбаттарында көрініс табады. Даже сейчас, когда у меня действительно очень плотный график и очень много работы, мне кажется, что еще ничего не сделано на самом деле. Совершенно я с вами откровенна, и мне очень неинтересно, что было вчера, какие фильмы были сняты, какие сериалы, какие передачи, какие клипы, и я никогда не считала их количество. И я вот такая достаточно жадная вот до творчества. И я начинаю говорить: Баян, если ты взялась за это дело, ты должна это сделать хорошо. Мало того, ты должна сделать это лучше. Яғни біз білетін, біз тамсанатын, өте сұлу, өте сексуальная Баян әрине өте көп еңбекпен жасалғанын байқауға болады. Бұның артында ұл болмай қалдым деген өзінің кінә сезімі бар сияқты, аутоагрессия бар сияқты. Және дәл осы тұста астын сызып айтатын мәселе бұл бауырлармен бәсекелестік. Баян ханымның сұхбаттарынан өзінен кейінгі бауырмен бәсекелесі бар екенін байқаймыз. Моя мама собирает пенсию. Она же пенсию получает, она же пенсионерка, она собирает где-то 4 или 6 месяцев пенсию. И именно до ноября месяца. А в ноябре день рождения у Багмасатны. И всегда вот эта сумма большая собирается, ее пенсия за полгода, и она покупает что-то такое для нее. Какой-то большой сервиз, или какую-то большую вазу, или 3 вазы. А мне на день рождения типа статуэтку с лебедями. Или какую-то там кружечку. На день рождения. Я говорю: мама, почему так вообще? Почему бабули каждый год сервиз и вазу, а мне маленькие лебеди? Она говорит: нормально все. Просто говорю, что у нас мама вот такая. Она вот такая, любит меня, лучшие подарки Багмасатовне. Жалею я. Я говорю, вот я ее у меня- жалею, она младшенькая. Да. Я говорю: а что ты меня не жалеешь? Она на госслужбе. Ну, кстати. Она на госслужбе, да. Ну, это была моя мечта, чтобы она была доктор наук. И Мгм. моя мечта выполнилась. Она исполнила ее, да? Да, она исполнила. Я прям довольна Багмасатна, ею. здравствуйте. Ну, она младшенькая. Мне ее больше И навсегда жаль. будет младшенький, да? Вот я и говорю. И меня не то, что взбесило, я шуткой спросила, говорю: мам, почему ты всегда ее жалеешь, а меня не жалеешь? Я хороший ответ тебе Мне давала тоже всегда. хочется, мне тоже хочется. Это когда я подарки вижу каждое 24 ноября. Вот я пошла, еще, она мне еще звонит, говорит: я пошла в магазин Баголи, Багошки, она говорит, Багошки купила красивый сервиз, у нее же сервиза нет, а у нее там 33 сервиза еще. У Багмасатны пользуются. 33 сервиза, у нее... Нет, как бы она сказала, очень пользуюсь. Да, она действительно очень любит посуду, у нее очень много Ну да, у посуды. них схожие интересы. Да, в видишь? отличие, кстати, от меня. У меня нет как бы любви к посуде. Как Ну, у конечно, натирать ее Поэтому у содой тебя все детство. статуэтка с лебедями. Как у моей мамы, например, у нее любовь к посуде, это что-то невероятное. И также у Багмасатны, они страшно любят посуду.
А я очень равнодушна к ней. Вот. И вот она каждый 24 ноября покупает ей посуду, какую-нибудь такую. Ну, А мне нет. покупает и Мен де қызбын, бауырым да қыз. Бірақ ата-анам менен гөрі бауырымды жақсы көреді. Менен гөрі оған көп сыйлық береді. Неге деген сұрақ туындауы мүмкін балада, және ата-анасының жанында үнемі махаббатпен өскендіктен өкінішке қарай бала ендігісі агрессиясын өзіне бағыттады, еркектерге бағыттайды болса да бұл тақырыпты ашамыз, және бауырына бағыттай бастайды. Түсінбейді, өйткені бала неге маған, менің қыз тәніме қабылдамай қарайды дағыны, неге қыз бауырымды қабылдайды, оған басқаша назар аударады деген сияқты сұрақтар туындайды. Әрине ересек өмірде бір-бірімен ұрыспаса да, таласпаса да, бір істі жасап жүрсе де, майда шүйде сыйлық болсын, бір әңгіме болсын, қандай да бір сәттерде ол көрініс тауып қалады. Яғни Баян ханымның, байқасаңыз, өмір жолын кішкентай кезінен, қазір осы талдау арқылы да байқайсыз, туылғаннан, кішкентай кезінен, мектеп кезінен, әсіресе мектепте жүрген кезде мені сұлулығым үшін қыздар жақтырмайтын деген сөзі бар өзінің. Мектепте кезінен, кішкентай кезінен әлі күнге Баян ханым соғысып жүргенін байқауға болады. Әрине бұл болжам, бірақ соғыс өте көп екенін тағы да астын сызып айтқым келеді. И она была единственной казашка там. Ее гнобили. Ее все время не то одевает она, не так она приходит. Я говорю, как? Почему она в такой юбке приходит? А в какой она юбке приходит? Она приходит в темно-синей юбке. Я говорю, почему Буданов в красной юбке ходит, а вы ей ничего не говорите? Вот такие были трения. Буллинг прям, слушайте. Да, было трение. Я с ними Нет, ну просто я прямо модницей была. воевала прямо И в у меня школе. юбки всегда были неординарные. Просто это маме так все просто кажется. На самом деле юбка была просто не тех лекалов, да, потому что я всегда что-то придумывала. Я была очень модная девочка. И мне же мама это и шила, кстати. У нас мама очень хорошо Я шила. хотел спросить, где вы взяли вообще? Где Да, брали тогда ничего такие не юбки? продавалось, и мама сшила. Я придумывала, где складка, где раскладка, и мне мама это шила. Естественно, я приходила в школу, и это было очень неординарно. Я не выглядела как все. Меня никогда не принимали там в школе, учителя меня не любили, девочки со мной не дружили. В институте меня там 3 раза отчисляли, только потому что там были неугодны кому-то мои ресницы. Там какие-то журналисты мне говорили, что я недостойна работать на телевидении, что тебе там твой уровень это музыкальная передачка там и так далее. Мне и это говорили. Но сейчас, наверное, это нужно было, потому что без злых людей не вырабатывается иммунитет, реально. Ол жай ғана ұл болмай қалғаны үшін, жай ғана қыз болып жаратылғаны үшін әсер ететін пункт. Дәл осылай ұл болмай қалып, түрлі өзін кінәлі сезініп, ата-анасына да ызаланып, және ең қиыны ер адамдармен қатынасқа бұл әсер береді. Өйткені ер адамдармен соғыса бастайды, олармен бәсекелесе бастайды. Яғни ер адамдармен де қатынасы дұрыс емес қыздар бар, бауырларынан да ата-анасын қызғанатын немесе солармен бір бәсекелесетін қыз балалар бар. Бұның барлығының түп нұсқасы, ең басы ананың құрсағында жатқан кезден басталады. Өйткені ананың сезімін ол кезде біз өте мықты сеземіз. Ол болады, ұлды армандайды, әңгімесі бар айтатын, ал тарс етіп туылған кезде бізді анамыз қабылдамады. Мына өмірде біз дүниеге келген кезде бізді бейімдейтін бұл әрине анамыз, ең маңызды, ең басты адамымыз. Ал бірақ біз анамызға қыз болғанымыз үшін ғана ұнамай қалдық. Перзент Баян ата-әжесінің қолында өскен. Я выросла у бабушки и с дедушкой. Родителей своих узнала годам к 7. У меня было 5 тетушек, бабушка, дедушка и еще прабабушка. И все они носились со мной. 7 жасқа дейін, ендігісі 7 жасқа дейін баланың көптеген қалыптасатын психикасы қалыптасып қояды. Ендігісі фундаменттер қаланып қояды. Ойлаңыз, дүниеге келді, жай ғана қыз болып туылды, одан кейін ата-анасы өзінің ата-әжесіне қалдырды дағыны. Әрине ол кісілер өнер адам болғандықтан гастрольде жүрген, ол Баянды жақсы көрмеді деп айта алмаймыз ол нәрсені. Жай ғана гастрольде болған. Бірақ бала Баян оны қалай қабылдады? Мен ұл болмағаным үшін ата-анам мені ата-әжеме қалдырды деп ойлауы мүмкін. Ондай ой болуы мүмкін.
болмаған да шығар бәлкім. Және ең қызығы ата әжесінің өзі жұмыста болып, арғы апасы баққан екен. То есть нельзя, Не буду. нельзя, вот это нельзя. Ну, мне ничего не запрещалось. Мной вообще занимались моя прабабушка, которая очень старенькая, там куча моих теток, бабушка, которая приходила с работы, дедушка, который мне ни слова не говорил, игрушки всякие покупал всегда. И вот я такая, вообще я не знаю никаких границ вообще. Және 7 жастан кейін кенет ата-анасы қолына алып, мамасы Баянның еркелігін барынша сындырған. И я приехала в 7 лет, конечно, ну, не понимая каких-либо границ. Да. И мне тут мама вот так меня берет и говорит, я прям помню эти слова, представьте, мне 7 лет, она говорит, запомни раз и навсегда, слово «не хочу», «не могу» и «не буду» в этом доме нет. Ты меня поняла? Я сказала «да». То есть я четко поняла, что здесь все по-другому, здесь мне нужно выжить сейчас, что... Выжить. Да, выжить мне сейчас нужно здесь, потому что все вражеское. 7 лет ребенку. И мама мне сказала, я твоя мама, вот твой папа, вот твоя сестра, вот твоя сестренка. Слово «не могу», не хочу, помнишь, что мне сказала? Да. Не могу, не хочу, не буду, в этом доме нет. Ты меня поняла? Ерке болып келді, иә, сізге? Да, слишком. Я просто валялась на полу, вот так ногами била и говорила, я не хочу, я не буду. Ну, то есть вот такое воспитание у меня было до 7 лет. Абсолютно без границ. То есть ребенок какой-то не в себе, знаете? Да, мам, тебе так показалось, что я чуть не в себе? Потому что, ну, в нормальной традиционной семье к 7 годам ребенок понимает, что Да. там вот это можно, вот это нельзя. Но у вас А мне ведь- можно было все. Әрине Баянның еркелігі бұл жай еркелік емес, бұл ата-анаға деген, әсіресе анасына деген көрсеткен бунты. Анашым, мен дүниеге келген кезде мені бір қабылдамадыңыз. Одан кейін мен енді өсіп келе жатқан кезде тағы қабылдамадыңыз. Сіз мені 3-ші рет қасыңызға алайын деп тұрсыз. Точно қабылдайсыз ба, әлде мен тағы да қорғанайын ба? Әлде мен тағы да дайындалайын ба? Мынау өзімнің ішімдегі жан дүниеммен, сезімдермен кездесу үшін деген бір іштей бунты. Бұндай бунт барлық балаларда болады. Әрине, ол кезде Баян ханымның анасы оны түсінбеген сияқты, ести алмаған сияқты. Мне в наше время такое было, что их, я так думаю, или может я человек такой, ну, я их не баловала. Они были строго воспитанные. Это и скажем ваше так. воспитание тоже? Это мое воспитание, да. Вас тоже строго воспитывали в семье? Меня строго не воспитывали, потому что, как сказать, у меня матери не было, она рано умерла. Мне было 6 лет, когда она умерла. А отец, ну, я фактически выросла в интернате. Я с 3 класса была в интернате в Алмате здесь. Не знаю, нас воспитывали в интернате очень жестко. Мы вставали вовремя, ложились вовремя, ели вовремя. Вот Вставали такое вовремя было. не получилось, Да. да, передать? А когда мои дети, они учились, они вставали вовремя. Это они потом замуж повыходили и жайлып кетті. Хорошо. У каждого своя жизнь. А когда они дома были, у них был жесткий режим, так сказать. Байқасақ, анасы өте қатал болған. Қатал болғанда да қатаң режиммен армия жасаған. Армияда өскен. Қызығы Баян ханым өзінің көп нәрсеге жауапты болғанын, яғни ерте есейгенін айтады. Я боялась маму, то есть она очень строгая была. Она была чрезвычайно строгая. И мы были как солдаты. Вот я была как солдат, реально. Я выполняла все в срок. У меня была генеральная уборка, допустим, в четверг, чтобы в субботу меня отпустили гулять до 10 часов вечера. Ровно в 10 я была дома, потому что если я буду дома в 10-15, то мама наказывает на 2 недели. То есть были четкие правила, и я была, ну, реально солдатом. Я отвечала за чистоту в доме, за младшую сестренку, за ее уроки. Если она получила 3, виновата я для мамы. И я в это, ну, как бы свято верила, что я не досмотрела, поэтому она получила 2, например, да, Бағым Мақсатовна, который сейчас вот, Бағым Мақсатовна. Вот. Бұл жерде Баян ханым өзі жүгіріп кете беретін, өзі жұмыс істейтін, өзі барлық нәрсені алдына түсіп, бірінші жүгіріп жасайтынын, және бүкіл спрос
сұрау жауапқа тарту Баян ханымнан болғанын байқауға болады. Яғни Баян ханымдағы еркіндік, мынау өжеттік, стержен деп айтамыз ғой, оның барлығы бала кезіндегі осы бір көрсеткен бунт, өзін қорғауынан қалыптасқанын көруге болады. Бұл кейінгі өмірлерінде өте мықты көмектескен және өте көп кедергі келтірген. Встречаю большую сестру, которая мне говорит: так, теперь все будет по-другому. Теперь это твоя мама, это твой дом. Хочешь ешь, хочешь не ешь, больше не дам. Потом началась школа. То есть понятие тройки, плохая учеба вообще не существовало. И мне мама всегда говорила: ты должна быть лучшей, ты должна играть только первую скрипку. Я говорю: мама, что это такое? Первая скрипка – это нет конкурентов. Понятие «не хочу», «не буду», «не могу» даже во сне не снилось нам. Из-под маминого контроля, из-под папиного взгляда это было невозможно. То есть домой приходили гости, мы как три мышки сидели в комнате, нас даже не видел никто. Вот, я помню вот эту боль в руках, потому что всю ночь мы взбивали этот торт кудряшка, а как хотелось его съесть. Как хотелось съесть оливье, там еще что-то. Это все было для гостей, лучшие конфеты. Мы подходили уже, когда все гости расходились, на объедки и радовались, что нам что-то досталось. Я еще говорю: мам, какая ты строгая, какая ты злая была, а? Вот тебе не жалко было нас, а? Вот тебе нас не жалко было? Я говорю: а что, вы плохими выросли? Нет, мы все втроем, слава богу, выросли людьми. Сонымен перзент Баян бұл қайта-қайта сындыру арқылы, қашау арқылы, кейбір жерлерін ию арқылы, бүгу арқылы сондай әбден қайта өңдеуге түскен балалықты өткерген деп айтуға болады, және бұл кейінгі өмірлерінде де өте қатты ықпал етеді. Біз білетін Баян ханымның фундаментін қалаған, сол қатты баянды, мықты баянды жасап шыққан анасы екенін байқадық, оны түсіндік. Какое качество во мне тебе не нравится? Мам, давай, говори всю правду. Какое качество Да, тебе не нравится во мне. Ну, ты очень много замечаний делаешь. Критикует? Критик. Вас критикует? Меня критикует. Нас. Она всех критикует. Домой ко мне приходит, и меня критикует. Мама, мы только что были идеальной семьей. Мы только что были идеальной семьей. Идеальная семья. А критиковать в идеальной семье нельзя, что ли? Это чисто такая классика. Мама Я хочет не замечаю. снять сторис, и потом: ну, мама, ну что это такое? Почему у тебя все вот такое? Да. Вот ты можешь вот эту вазу Вот убрать? Что тут вот внутри такая лежит? критика. Так все высыпает. И бабася всегда говорит: не нравится, купи новое, не нравится, себе иди. Иди, говорю, домой и себе так Почему делай. еда такая некрасивая, мама, как в ресторане? И бабася говорит: не нравится, сама приготовь всегда. Вот такое. Чисто бытовое, семейное. Я не знаю, там меня она критикует. Ну, я это... Ой, ну в чем я даже не замечаю, что я Да. говорю. Видите, вы даже не замечаете. А что я говорю? А человек все помнит. Да. Но почему ты не должна критиковать? Нет, а что я критикую, скажи? Что я критикую? Почему у тебя дома грязно, например? Я говорю, у меня сегодня только убрали. Нет. Я говорю, ну не нравится, убери, а? Остановимся на этом. Әрине, анамен қатынас деген бұл, мен барып жүгіріп анамды құшақтай салып, оған сыйлық беріп, ол маған сыйлық беріп, бір-бірімізге күшті әңгімені айтып, екеуміз сөйлесу дегенмен ғана шектелмейді. Бұл біздің бейсанамыздағы бір қандай да бір әрекеттерді, қандай да бір қатынастарды көрсетеді. Мысалы, дәл осы жерде біз Баян ханымның анасымен бір өзара мәмілеге келе алмайтын, анасымен бір-біріне бір нәрсені дәлелдегісі келетін, бір-бірінен қорғанатын, бәрібір бір саусағым бүгулі, мен бәрібір саған сенбеймін, сен бәрібір бір нәрсені істейсің. Өйткені бір рет, екі рет, үш рет ол нәрселер менде болған деген сияқты бір қатынасты байқауға болады. Оны тікелей көзбен көре алмаймыз әрине, оны тек бағалау арқылы, бағамдау арқылы, талдау арқылы, саралау арқылы ғана көреміз. Яғни Баян ханымда ендігісі бұдан кейінгі әрекеттері әсіресе идеал болуым керек. Мен идеал әйел, идеал іскер, идеал келіншек, идеал отбасы, барлық нәрсені идеал қылып көрсетуім керек деп пах етіп жарылуының түп тамыры
идеал болу керексің деген міне осы бір балалықта жатқанын байқадық. Үшінші пункт бұл темір баян. Иә, Баян ханымның өзі де айтады, темір әйелсің деген комплиментті бірнеше рет естіген. Я не могу сказать, что я сильная женщина. Я не знаю, почему этот стереотип так давно ко мне прилип, что у меня там какой-то железный характер, что я железная женщина. Я абсолютно слабая женщина, у меня есть свои слабости. Я просто хорошо делаю свою работу, но никто ж не знает, какая я в жизни, какие у меня есть там женские, личностные, психологические какие-то слабости. Да, я могу прийти расплакаться, я могу пожаловаться на плечо своему мужу, там, да, просто плакать до утра и говорить, почему-то мне так плохо. То есть я не могу назвать себя сильной женщиной вообще, я абсолютно нормальная, обычная женщина. Баян ханымның темірлігін қайдан қалыптасқанын, неге қалыптасқанын түсіндік, және ол қалай көрініс табатынын байқап көрейік. Ең бірінші, ол өзіне деген қаталдығы. Өзін адам ретінде емес, оның сезімдері бар, оның қалауы бар, оның тағысын тағы. Ой, жасамай қояйыншы, жата салайыншы дейтін, немесе шаршайтын қандай да бір көптеген құбылысы бар адам ретінде көрмей, керісінше өзіне өте көп талапты қоюы. Тәніне де, жұмысына да, жетістігіне де барлық жаққа талапты қойған. Тіпті отбасына дейін өзі шекараны сызып, соның ішінен шықпай, осы идеал образы ұстау керек деген талапты жасауы. Ең бірінші, өзіне өте қатты болған. Мы пока не учимся улыбаться все время. Да? Улыбка не должна сходить с вашего лица ни на минуту. Екінші, темірлігін әрине бұл қаттылығын өзінің қол астындағы немесе өзінің бизнесіндегі қыздарға көрсеткені. Байқасаңыз, Кешудің қыздары болсын, жалпы осы Shine Productionның қыздары болсын, кішкентай, сондай бір бала қыз болып келеді дағыны, армияға келген жігіттер сияқты әбден шыңдалады, қашалады, қатаяды, бір бриллиантқа айналады. Сөйтеді дағыны армиядан шыққандай, яғни ол қыздар мынау шоу-бизнесте, жалпы осы өмірде өзінің орнын тауып, керемет болып, басын тік көтеріп кетеді. Білесіздер, иә, жобаларын. Оның барлығы Баян ханымның қатқан қағидасы, қойған режимі, талаптары, қатаңдығы, соның арқасында бриллиант, алмаздан бриллиант жасап шыққаны. Әрине, темірлігін Баян ханымның бірінші отбасынан да байқаймыз. Өзінің сұхбаттарына сүйенсек, күйеуі оңай адам болмаған. Вот, поэтому с моей частной жизнью все в порядке. Я любимая женщина, которую лелеют, обожают, дарят цветы, конфеты, духи и так далее. Все нормально, абсолютно. Я 22 жыл бойы идеал отбасымын деп жасырып келу. Бізде барлығы жақсы, күйеумен жақсы көреді, сыйлық береді, барлығы күшті, біз идеальныймыз, барлығы жақсы деп керемет сондай образды беріп келуі, оны көтеріп келу, оны барлығы жақсы деп көрсетіп келу, тіпті құрбыңа айтпау, тіпті анаңа айтпау, бұл үлкен шыдамды қажет етеді. Темірдей шыдам керек. Оны үндемей, тістеніп, сен елдің алдына маңдайың жарқырап, басың тік болып шығып, бірақ отбасыңда ойран болып жатқанда шыдау, оны ұстап жүру, ана рөлден мына рөлге тез арада ауысып кету, ол үшін адамның шынымен ішкі мықтылығы, шынымен темірлігі керек. Және өте көп қиындық көргенін өзі айтады, азарт ойнағанын. История с казино, с твоим бывшим супругом в начале года, да, насколько я помню. Тогда ты не комментировала ничего. Ты сказала, что это не он. Но что мне оставалось делать? Я живу с этим казино уже 20 лет, 22. И за 22 года я настолько уже привыкла ко всем этим выигрышам, проигрышам. Чего только не проигрывалось, какие суммы только не выносились. И я просто просила его быть максимально осторожным. Да? То есть я понимала, что человек, что это дело что это его дело, что он больше ничего делать не умеет, что он профессиональный, я не знаю, там игрок или как это называется, я не знаю. Я сама никогда не ходила в казино. И мне это было настолько чуждо, что я просто закрывала уши, глаза и все остальное, чтобы, в принципе,
не принимать всю эту правду в своей семейной жизни. Сколько было слез пролито за все это время, сколько было машин, квартир, там, даже говорить не хочу. И этот ролик как раз вышел в момент моей такой личной депрессии, да, когда мне приходилось звонить на все каналы страны к первым руководителям и просить не комментировать это. Хорошо, что за 20 лет я могу себе это позволить, да, позвонить и попросить, и меня уважают. Но дома я не стала устраивать скандалы. Я просто поняла, что это рано или поздно бы все равно вылилось наружу. Я просто это поняла, что да, вот она, горькая правда, вот с кем ты живешь, вот так бывает. И я приняла это просто как, ну, как очередной урок, скажем так, для себя. Да? И это был мой выбор, я жила с этим человеком, я уважала его. И даже уважала его дело, потому что мне больше ничего не приходилось другого. Да? Я никогда не была голодна. Были времена, когда он очень хорошо зарабатывал, были времена, когда вообще денег не было. То есть мы прошли очень много с ним. Біз тек қана Баян ханым өліммен бетпе-бет келгендегі соққысын ғана көрдік, зомбылығын ғана көрдік. Оған дейін не өткергенін өзі ашып айтпаса да, оның жан күйзелісінен, қорқынышынан сол кездегі болған, одан кейінгі оқиғадан, сол оқиғадан кейін ұзақ қалыпқа келуінен байқаймыз. Яғни Баян ханым ендігісі көтеріп, шыдап келіп, бір күні вулкан атылған. Бұның барлығы Баян ханымның өзіне қойған талабы темір болу керекпін деп, ол темірлікті үйреткен әрине отбасы, және ол темірлікті талап еткен. Сен нәзік болуға құқың жоқ, сен мықты болу керексің, сен ер адам болу керексің, еркек істемеген нәрсені асыра жасау керексің, сен дәлелдеу керексің деген жынысына қатысты осы бір соғыс, яғни ұл болмай қалғаны. В мире мужчин, если ты женщина, нужно быть мужчиной. И совсем недавно я стала замечать какие-то нотки совершенно мужских поступков в моей профессии. И я в жизни стала много встречать мужчин с женскими поступками. И мне достаточно часто приходится говорить мужчине, что ты ведешь себя как баба. Вот клянусь. Менің ойымша, Баян ханым өзінің махаббаты Турсенді күйеуін кездестіргенше, ол тек темір болып жүрді, темір Баян. Ал темір Баянды әйелге айналдырған менің ойым бұл. Қазіргі күйеуі Турсен мырза сияқты. Темірді не ертеді? Әрине от, лапылдап тұрған от. Турсен мырза Баян ханымның жүрегін, жалпы бүкіл жан дүниесін, өмірін жаулап алу үшін өзінің лапылдаған, от болып жанып тұрған, шоқ болып жанып тұрған махаббатын іспен де, сөзбен де жеткізе алды деп ойлаймын. Және осы бір одақтың Баян ханымның өмірінде осы Турсендай мырзаның кездескеніне мен шын жүректен қуаныштымын. Әрине, оның құны қайғылы оқиға болды, оның құны басқа да шығындар болды, өздерінің сұхбаттарына сүйенсек. Десе де, біз қазір Баян ханымды, яғни әйел Баянды көріп жүрміз. Баяғы темір Баян емес, ендігісі нәзік, еркелейтін, босаңсыған, расслабиться ете алатын. Тіпті білесіз бе, тіпті ол Баян шашын жая бастады. Тіпті шашының өзіне еркіндік, босаңсу, расслабление бере алды. Бір кездері кекілін қидая, өзінің стилі ауысты, қатқан темірдей ер адамдармен жарысуға келетін, тіпті талай ер адамды жолда қалдыратын Баян өзгерді. Сондай бір жұмсақ әйелді оятып алған Турсен мырзаға осы жерде алғыс айтқым келеді. Құны қанша ауыр болса да, Баян ханымның басқа қырын бізге көрсете алды. Және бұның барлығы Баян ханымның ішкі жан дүниесінде болған. Бұл айтылып жатқанның барлығы жаңағы темір болу, немесе әлемге ашылған соғыс, тағысын тағы көп нәрсенің барлығы ол Баян ханымның ішкі жан дүниесінде болып келген. Және соның барлығын бір сәтте, әп сәтте бір оқиғамен проживать етуі Баян ханымның өте қиын психологиялық кезеңдерді атқарды, өте көп жұмыс жасады деп ойлаймын. Одан кейін қаншама жыл өзі айтуы бойынша 5-6 жыл қалыпқа келді. Сосын ғана Баян ханым біздің алдымызға нәзік, ерке, дана,
бұрынғыдай менің айтқаным болады, болды, басқа вариант қабылданбайды деп тақ етіп столды бір ұратын ерлерге ұқсамайды. Ендігісі иілетін, жұмсақ, басқа нұсқаларды да көре алатын, басқаның пікірімен санасатын және бастысы ер адамға, өзгелерге сене алатын Баян ханымды көре бастадық. Бұл өзгерістің құны әрине Баян ханымның денсаулығы, жеке өмірі, репутациясы, өте көп оқиға орын алды. Өліммен бетпе-бет келген кезде қорықтық. Ничего не смог с этим делать. И я понимал, что вот не смогу я жить без нее. Но для меня вот этот момент был очень такой важный. Я понимал, что я отказываюсь от всего. Я отказался от всего полностью. Какую фамилию желает носить невеста после регистрации брака? Фамилию мужа. Общую фамилию Алагузовых. Оно как-то вот так вот закрутилось все. И я до конца не понимал, что происходит, как и так далее. Поэтому я, в общем-то, как бы открылся всей судьбе и не препятствовал ничему. Бұл әйел Баянның қалыптасу жолы деп айтсақ болады. Келесі пунктке де ауыстық, бұл ұстаз Баян. Біздің эстрадамызда жүрген бірнеше қыздың, бірнеше әртістің мықты ұстазы бола алды. Олардың образы бар, олардың стилі бар, олардың сырт көркі бар, өзін ұстау мәдениеті бар, сахна мәдениеті бар, жалпы ән айтуы, барлығын клиптері болсын, барлығын керемет үйретті, керемет фундаментін құйып берді, керемет жолға салып берді. Бұл жағынан ұстаз және қоғамдағы ұстаз екенін астын сызып айтқым келеді. Әрине қазақ аруы, түрлі сериалдарды жасауы, қазақша фильмдерді түсіруі, көптеген фильм бар, кітап жазуы бар, ән, клип жасаған еңбегі ерен. Қазақтың мәдениетіне, әдебиетіне, жалпы дамуына, қазіргі болып жатқан шоу-бизнеске өте керемет ықпал етті, бағыт беріп отырды, жаңа леп әкеліп отырды. Әсіресе көп нәрсені бастап жүрген осы Баян ханымның компаниясы еді, продакшны еді, яғни ол із салушы еді, бірінші болып, оның артынан көптеген соған ұқсағысы келетін жобалар дүниеге келетін. Бұл да бір ұстаздығы, оны астын сызып айтуға болмас, және қазақ әйелдерінің көбісі Баян ханымға ұқсағысы келді. Өте көп адам болды, өте көп қыз болды. Немесе сол Баян ханым жасаған жобасындағы қыздарға ұқсағысы келді. Эталон бола алды. Ол да бар сырт кейпімен, өзін ұстаумен, сөйлеу мәдениетімен, оның барлығы кәдімгідей ұстаздық. Және ең басты ұстаздығы бар. Баян ханым осы өміріндегі өткен оқиғаларды халыққа айту арқылы, ашық айту арқылы, шынайы бөлісу арқылы, өзі өткеріп жатқан оқиғалардың барлығын бөлісу арқылы ұстаздық етті деп айтуға болады. Неге? Өйткені дәл осы болған оқиғалар қазір енді Баян ханым зорлық-зомбылық тақырыбын көтеріп жүр, сол туралы фильм түсірді, ол шетелде түрлі номинацияларды алып келіп жатыр, түрлі жүлделерге ие болып жатыр. Әрине қазақ үшін, Қазақстанның сыртқа танылуы үшін еңбек сіңіріп жатыр, бұл да өте маңызды. Сондай-ақ осы зорлық-зомбылық тақырыбы немесе өзінің өткен тәжірибесіндегі тақырыптарды айта алу үшін, қоғамға ықпал ете алу үшін, жылап жүрген, етегі жасқа толып жүрген қазақ әйелдеріне сөзбен болсын, бір іспен болсын, бір қозғалыспен демеу болу үшін ең бірінші Баян ханым өзін құрбан етті. Яғни өзі бірінші сол жолдардан өтті. Соның барлығын бүкіл жан тәнімен сезінді және халықтың алдында өте үлкен шулы оқиғаны көрсетті. Зорлық-зомбылық әп-сәтте күйеуінің қолынан өлімге алып келе салуы мүмкін, әйелдің өліміне алып келуі мүмкін. Оны да көрсетті. Және бүкіл Қазақстан, бәрі демесек те 100%, бірақ өте көп Қазақстан Баян ханымның аман қалуына дұға етті сол сәтте. Және өліммен бетпе-бет келгеннен соңда қайтадан қалыпқа келіп, шығармашылықпен айналысуға болады. Өзіңнің проблемаңды қоғамға айту арқылы жақсы жағынан ықпал етуге болатынын да дәл қазір көрсетіп жүр. Яғни бұл тараптан да Баян ханымды ұстаз деп айтсақ болады. Почему я должна все это выносить? Сколько у меня еще должно быть сил, чтобы все это вынести? Открываешь Facebook, ты там самая плохая. Ты сама знаешь. И ты понимаешь, что если ты сейчас не соберешься,
если ты сейчас не приведешь себя в порядок, если ты сейчас закроешь шторы, начнешь просто пить вино, потому что ты забываешься. У тебя дети, это первое. У тебя твой любимый человек, который ради тебя пошел на эти жертвы, тоже. Мы остались вдвоем с этой проблемой. У тебя родители, пенсионеры. У тебя компания, которая тебя ждет верно и сидит без работы. Вот как твои ребята, да? Они все ждали меня. У тебя артисты, которые просто ушли от тебя плюсом. Сказали: Баян, вы сейчас не можете? А мы тоже не можем ждать. И так многие артисты бросили именно в этот момент. Это было очень больно. И я все это сглатывала, проглатывала. И поверь мне, меня спасла любовь. Это как бы банально ни звучало, меня спасла любовь. Мне Турсян всегда говорил: мы хотели быть вместе, мы вместе. Это главное. Мы все выстоим, мы все вынесем. Верь в меня, он мне говорил. Я все сделаю, только верь. Да, сейчас тяжело, да, сейчас я не могу. Верь в меня. И я реально, как вот эта женщина, которая верит в своего мужчину, да, я смотрела на него и говорила: у тебя все получится. Я верю в себя. Да, сейчас тяжело. Долгое время задавалась вопросом, почему я выжила. Ну, реально меня этот вопрос волновал, и думаю, ничего не происходит, я зачем-то выжила, хотя, я не знаю, у меня, может, шансов было, не знаю, 10%, может быть, да. И почему-то меня вот Всевышний оставил на этой земле, и я часто задавала себе вопрос, более-менее, когда пришла в себя, думаю, вот зачем ты родилась вообще, зачем ты второй раз получила шанс на эту жизнь, да. И как-то утром я проснулась с мыслью, что мне надо снять фильм. Мне надо снять фильм о бытовом насилии. Қазір болып жатқан қозғалыстарға қарасақ, ер адамның әйелге жасаған зорлық зомбылығы, тұрмыстық зорлық зомбылық болсын, немесе жыныстық зорлық көрсету болсын, я жалпы ер адамның тарапынан әйелдер өте көп қиындық көріп жатырмыз, өте көп теперіш көріп жатырмыз, бізге қиын тұншығып жатырмыз деген түрлі қозғалыстар бар. Осындай қозғалыстардың, әсіресе әйелдердің құқығын қорғайтын қозғалыстардың болғанына мен қуанамын. Әйелдерді қолдайтын, соны жақтайтын адамдардың көбейіп келе жатқанына, жалпы ой өзгеріп жатқанына, жалпы әйелдің бағасын жоғары көтеретін, әйелді құрметтейтін, оны басынбайтын осындай бір қоғам қалыптасып жатқанына өте қуаныштымын, және оның қалыптасуына осы Баян ханым болсын, басқа да ханымдардың сіңірген еңбегі өте көп. Және өз тарапынан мына бір пунктті айтып өткім келеді. Әрине, айқайлап, түрлі қозғалыс жасап, түрлі проекттерді жасап, әйелді ұрмау керек болмайды, немесе заңды түрде жазаға тарту, жазалап, жаңағы уже қол көтеріп қойған, ендігісі қатты тәніне зақым келтіріп қойған еркектерді жауып тастауға әрине болады, оның барлығы болатын нәрсе, ол нәрсе болады да. Бірақ біз көбіне назар аудара бермейтін мына бір тұс бар. Сол тұста осы талдау арқылы жеткізгім келді. Таяқтың екінші ұшы өзімізде екенін бір ойлансақ. Бұл сіз кінәлісіз деген сөз емес, сіз жамансыз деген сөз емес. Сіз бейсанаңызда жатқан программаны өзіңіз байқамауыңыз мүмкін. Ойлаңызшы, сценарий, осы зорлық зомбылықтың болу керек оқиғаның кино сияқты сценарий сіздің бейсанаңызда деп ойлаңыз. Ал келіп сол рөлді ойнап беретін, жаңағы жаман, соққы беретін, бандит, оңбаған, жексұрын персонаждың, кейіпкердің рөлін ойнап беретін күйеуіңіз. Егер күйеуіңіз болмаса, оны басқа адам жасайтын еді. Өміріңізді саралап көріңізші, ер адамдармен, әсіресе осы зорлық зомбылық тақырыбы өршіп тұрған әйелдер, маңызды болып тұрған әйелдер, ер адамдармен қатынасыңыз қандай, әріптестеріңізбен, сіз оны адам деп қарай аласыз ба, әлде менсінбейсіз бе, осы оңбаған, бір іштей бір реніш жүре ме, немесе ол әлсіз, қолынан дым келмейді дейсіз бе? Көп қыздарда әсіресе осы ер мен әйелдің соғысы болатын, жынысқа байланысты, қыз боп туылу, ұл боп туылу деген мәселеде қыздар бейсаналы түрде еркектерді барынша басынып түтіп жеуге тырысады. Ол нәрсе психологтар өте жақсы біледі бұны. Яғни айналаңыздағы ер адамдарды саралап көріңіз. Бауырларыңызбен қалайсыз қатынасыңыз? Жаныңыз ашып тұра ма, қолыңнан түк келмейді, неғып жатсың, тұр, ананы істемейсің ба, жұрттың балалары бүйтіп жатыр деген ақылды көп айтасыз ба? Әлде керісінше жай ғана сыйластық,
махаббат па сіздердің арада, немесе әкеңізбен ең басты ер адам өміріңіздегі, оның өміріндегі тағдырын, қиындығын, өткерген қателіктерінің барлығын қабылдай аласыз ба, әлде оған керісінше ренжулісіз бе? Саралап көріңізші, жай ғана. Зорлық зомбылықтың тамыры тереңде жатыр. Ал сіздің күйеуіңіз жаныңызда жүргені үшін, күнде жүргені үшін сол сценарийді орындаушы актер болуы мүмкін. Бұл ер адам кінәлі емес деген сөз емес. Ол қол көтерді ма, ендігісі ол жазасын алады, жауапқа тартылады. Ол адам өлтірді ма, ол қылмыс, оның барлығын білеміз. Бірақ сол процеске қалай жеттік? Неге келдік? Жалпы ер мен әйел қосылғанда, ерлі зайыпты болсын, қарым-қатынас болсын, бір-бірінің травмаларына, бір-бірінің бейсаналық сценарийларына, бейсаналық программаларына сай болып қосылады. Біреуі сценарийді алушы, біреуі оны ойнап беруші актер болуы мүмкін, немесе кейде сау психикамен, сезіммен, махаббатпен қосылатындар бар. Яғни осы тұсқа назар аударуыңызды сұраймын. Ал енді талдауды қорытындылайтын болсақ. Баян ханым өте сұлу, өте іскер, өте мықты, болаттай керемет әйел болған еді. Енді жай ғана сұлу әйел, сүйікті әйел, және өзі сүйетін, махаббатын, сезімін білдіре алатын еркін әйел. Осы талдаудың соңында ер мен әйелдің айырмашылығы қандай екенін айтып өткім келеді. Әйелдің жаратылысы сезімдерден тұрады, эмоциядан тұрады. Оларда ақыл жоқ, олар ақымақ деген нәрсені айтпаймыз. Оларда да логика болады, оларда да стратегия болады, бірақ сезімталдық басым. Неге әйелдің табиғаты ондай? Өйткені өзінің ұрпағын аман сақтап қалу үшін. Яғни ұрпағына қандай да бір қауіп төнетін болса, оны алдын ала сезу керек. Ұрпағына қандай да бір қатер келетін болса, оны қалай да тез-тез шешім қабылдау арқылы, тез-тез иіліп жұмсақтықпен, қалай да бір адаптациялану арқылы, бейімделу арқылы өзінің ұрпағы үшін өзгеріп отырады. Үнемі өзгеріске түсіп отырады. Және әйел адамдары үнемі жан дүниесіндегі стрессті, ауырлықтарды, негатив эмоцияларды, жалпы жиған ауыр жүктердің барлығын үнемі эмоциямен шығарып тастап отырады. Көп жылайды, көп сөйлейді, сөйлеген кезде көп нәрсе шығады, білесіздер. Сондай-ақ ай сайын өзі, табиғаттың өзі әйелдерге арнайы сол стресстерді, бүкіл ағзасындағы шлактарды шығарып отыратын арнайы күндер бөліп берген. Табиғаттың өзі әйелдің үнемі жан дүниесі жаңғырып отыруына, үнемі бейімделіп отыруына жағдай жасаған. Жаратылыс сол. Ал ер адамдар стресске түссе, уайым болса, іштей түрлі эмоциясын көрсетпей жүреді арқалап. Оның үстіне біздің қазақ жігіттері жыламау керек, мықты болу керек, күлмеу керек. Олар вообще деп жүру керек те, бірден креслоға шығып кету керек лауазыммен, бірден көп ақша, тіпті тірі банкоматқа айналу керек, тек қана ақша келіп беру керек, болды. Оны махаббат, сыйластық, сезім, анау-мынау деген нәрсеге мұқтаж емес, талап ететін. Соның бәрін жинап жүреді ер адам. Сосын байқасаңыз, жүректен ұстайды, инсульт алады. Ер адамдар тез арада дүниеден өтіп жатады. Ерте. Әйел адамдар ұзағырақ өмір сүретіні бұл эмоциясы арқылы өзінің психикасын, жан дүниесін тез жаңартып отырады. Міне, ер мен әйел болудың табиғаттың өзі екі түрлі қылып жаратқан. Бұл бір істі жасау керек, бір істі жасамау керек, бір істі айту керек, бір істі айтпау керек деген бір қағидаға алып келе жатқан жоқпын. Ондай тыйым да жоқ. Бар болғаны әйел өзінің әйелдік болмысын, жұмсақтығын, нәзіктігін және тәнін қабылдай алу керек. Ол ер адаммен жарысқа түсе алмайды, ер адамға бір нәрсені дәлелдей де алмайды, ер адаммен озу мүмкін емес. Екеуі екі түрлі жаратылыс. Және ер адам әйел адамның табиғатын құрметтеу арқылы және өзінің табиғатының бөлек екенін түсіну керек деп ойлаймын. Яғни әйелде эмоция көп болса, сөз көп болса, тағы не
артық әрекеттер, артық істер көп болып жатса, окей, оған керек болып тұр. Ішіндегі сезімдерін, уайымын, түрлі переживанияларын солай өткеріп жатыр. Окей, ол өтеді, кетеді, ал менің табиғатым бөлек деген сияқты, яғни бір-бірінің болмысын, табиғатын танитын болса, меніңше үндеседі, үндескен, сыйласқан және махаббаты ұзаққа жалғасатын, бір-біріне үнемі қолдау білдіретін одақ болады деген ойдамын. Мен зорлық-зомбылықтың болғанына, қазақ әйелдерінің жылағанына, өмірден өткеніне және қазақ жігіттерінің жазаланып жатқанына, ұрпақтың зардап шегіп жатқанына, жалпы қоғамда осындай қайғылы оқиғалардың болып жатқанына жүрегім ауырады және осы талдау арқылы тамшыдай болса да бір үлесімді қоссам деген ниетім болған еді. Осы талдаудың әдемі болып кеңінен тарқатылып шығуына үлес қосқан командам және одан кейін Баян Мақсатқызына алғысым шексіз. Тағы да айтайын, басында айтқан едім, өміріндегі бүкіл оқиғаны, бүкіл сәттерді, бүкіл болған жағдайдың барлығын Баян ханым халыққа кеңінен жасырмай шынайы бөлісіп отырған екен және осы талдау шықты. Осы талдау ой салса, ұнаса, қандай да бір түйгеніңіз болса, міндетті түрде жан-жағыңыздағы құрбыларыңызбен, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіз. Олар да өзіне керегін алады деген ойдамын. Және зорлық-зомбылық болмас үшін, ол өлімге дейін, бір-біріне қатты зақым келтіруге дейін алып келмес үшін, ең алдымен жан дүниемізбен жұмыс істеу керек екенін, жанымызды емдеу керек екенін түсіну маңызды деп ойлаймын, соны түсіндіңіз деп ойлаймын, және осы ойды да сақтап жүруіңізді және жан дүниеңізді емдеп, терапия алып, түрлі курстарды оқып, дамып, өзіңізді қолға алуыңызды сұраймын. Лайк басыңыз, пікір жазыңыз, каналыма жазылыңыз. Сіздің жан-жақты қолдауыңызды күтемін және келесі талдауларда кездесеміз. Кімді көргіңіз келеді, оны да жазып кетсеңіз болады. Кездескенше құшақтадым.